бидің жастық шағы мен бүкіл саналы өмірі қазақ елінің өз ішінде рулық тайпалық алауыздықтар мен хандық билікке таластың неғұрлым өршіген көрші мемлекеттердің көз тігуі жиілеп жоңғар шапқыншылығы үдей түскен кезеңге тап келді. Ел аузындағы аңыз-әңгімелерге қарағанда, ол Тәуке ханның белгілі би-батырлары бастаған елшілігіне ілесіп, алғаш рет қалмақ қонтайшысы Сәуәнрабданға барғанында 14 жаста екен. Қылышынан қан тамған қаһарлы қалмақ ханының алдында қазақ билері жасқаншақтап танытып, күмілжіңкіреп қалған сәтте жасөспірім Қазыбек дат тақсыр деп жұлқынып алға шығады да: «Қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз, елімізден құт-береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзасына жылқының қылын таққан елміз, дұшпан басынбаған елміз, басымыздан сөз асырмаған елміз, досымызды сақтай білген елміз, дәм-тұзын ақтай білген елміз, бірақ асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз, атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды, анадан қыз туса, күң боламын деп тумайды, ұл мен қызын жатқа құл мен күң етіп отыра алмайтын елміз. Сен темір болсаң, біз көмірміз, еріткелі келгенбіз, қазақ қалмақ баласын теліткелі келгенбіз, танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз, танысуға көнбесең, шабысқалы келгенбіз. Сен қабылан болсаң, мен арыстан алысқалы келгенбіз, тұтқыр сары желіммен жабысқалы келгенбіз. Бүтін берсең, жөніңді айт, бермесең, тұрысатын жеріңді айт, депті. Жас баланың бұл сөздеріне бас алыспақ батырлықты да, ынтымаққа шақырған ізгілікті де аңғарған қалмақ ханы әділдікке жығылып, өжеттігі мен шешендігіне риза болып: «Даусың қаздың даусындай екен, бұдан былай сенің есімің қаз дауысты Қазыбек болсын» деген екен. Соның арқасында елшілік жау қолындағы 90 тұтқынды шабылған мал, тоналған мүлігімен шашау шығармай қайтарып алып, елге олжалы оралған екен. Қазыбек бұдан кейін де жоңғарларға 2 рет елшілікке барып, ел намысына дақ түсірмей, көздеген мақсатыны орындап қайтқан. Қазақ тіліндегі арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеле кетіңіз.